Бір ата-ананың қойған сұрағы есіме түсіп отыр да қазір. Мұғалімдердің IELTS-ын орта баллы қандай? Демек, ағылшын тілін жақсы оқыта алады и керісінше осындай деңгейге жеткізе алады деген нәрсені өзі пайымдап отыр да, былай айтқан кезде. Сауатты ата-ана ғой. Иә, сауатты ата-ана. Енді біз оған не уәде беріп отырмыз? Біз сен баланы шетелге түсірте аламыз. Енді сұрақ, шетелге кім түседі? IELTS мықты адам түседі. Ата-ана мысалы келіп мақұл IELTS сұрамақ қойсын. Просто ағылшын тілінде сөйлейтін адамның саны қанша мектепте мысалы. Бірақ мені көбінесе мына сұрақ мазалайды. Қандай қиын болмасын жағдай, қандай нашар болмасын, өз ата-анамнан немесе басқа достарымның ата-аналарынан мектеп қандай деген сұрақтың төңірегінде тіпті ойланғандарын көрмегенмін. Жоқ, ол жерде түсінікті. Неге? Біз коммунистік қоғамнан шыққан. Иә. Бәрі бірдей деген қоғамнан шыққан. Сондықтан ол жерде қойылмайды. Қазір қалай деген сұрақ қойылып жатыр. Өйткені әртүрлі жеке меншік мектеп шықты. Салыстыру пайда болды. Енді қойылады ол сұрақ. Енді өйткені бұрын қойылмайды. Бәрі бірдей ғой. Телефонның әртүрлі Samsung, iPhone шықты. Ең алғаш телефон шыққан кезде біздің Nokia-дан басқа таңдамаймыз ғой. Тура сол сияқты дүние да.